Қазақтың Тайсоны деген лақабатпен танылған қарағандылық боксшы Ермек Серіковтің де өмірден өткеніне былтыр 15 жыл толды. Еліміздің талантты ұлдарының бірі тірі болғанда биыл 36-ға толар еді. Ермек те Бекзат Саттарханов ағасы секілді 20 жасында бұл дүниемен қош айтысқан. Өзі 1989 жылы Қарағанды облысының Шахтинск қаласында дүниеге келді. Қарағанды боксының атақ-даңқы алысқа кеткен спорт мамандары мен жанкүйерлер жақсы біледі. Ермек те аға буынның жолын қуып 10 жасында Шахтинсктегі бокс мектебін жағалаған, бірақ оның спорттық карьерасы небәрі 10 жылға созылды. Сөйте тұра сол қысқа уақыттың ішінде өзін мойындата білген спортшы. Серіковтің жұдырығы жойқын еді. Көбіне қарсыласын нокаутпен жеңетін. Бала кезден бітімі бөлек жігітті көпшілік қазақтың Тайсоны деп атап кетті. Әуесқой бокста ол 150 кездесу өткізіп, соның 143-інде жеңіске жетсе, 7 рет тең түскен. Ермек санаулы ғұмырында 3 рет Азия чемпионы атанды. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері деген мәртебелі дәрежесі тағы бар. 2005 жылы 16 жасында Ұлыбританияның Ливерпуль қаласында өткен жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатынан күміс жүлдемен оралған. Өзінің таланты мен еңбекқорлығының арқасында ұлттық құрамаға ілінген ең жас боксшы. 2009 жылы Миландағы әлем чемпионатына Дамир Буданбеков бастаған ұлттық құрама бапкерлері 69 келіде Ермекті апаруды жоспарлаған екен, алайда тағдыр ол күнге жеткізген жоқ. Миландағы әлем біріншілігіне 1 ай қалғанда оққа ұшып дүниеден озды. Бейресми ақпарат көздеріне сүйенсек, Ермекті 10 тамыз күні кешкі уақытта достары көмекке шақырған. Мейрамханада басталған ерегесті жігіттер қала сыртында шешуге тырысады. Оқиға орнына жеткен кезде боксшыға қарсы оқ атылады. Белгісіз біреудің атқан оғынан көп қан жоғалтқан боксшы Шахтинскідегі ауруханада қаза тапты. Ал Серіковті өлтірген қылмыскер 2,5 жылдан кейін ғана Ресейде ұсталып, Қазақстанға жеткізілді. Сотта кінәсін толық мойындаған Владимир Шепин 7,5 жылға бас бостандығынан айырылған. Дегенмен ол жазасын толық өтеген жоқ. Өйткені өзі де 2013 жылдың қаңтар айында жүрек талмасынан қайтыс болды. Ермектің кәсіпқой боксқа ауысу туралы да жоспары болыпты. Оны кезінде Геннадий Головкиннің өзі қасына шақырған. 2008 жылы қыркүйек қазан айларында Германияға барып Головкинмен бірге оқу-жаттығу жиынын өткізеді. Жергілікті боксшылармен бірге спарринг өткізген. Елге оралғаннан кейін жақсы ұсыныстар болса, кәсіпқой боксқа ауысуым да мүмкін деп айтқан екен. Бірақ тағдыр оны маңдайына жазбапты. Дегенмен Ермектің есімін халқы ұмытқан жоқ. 2014 жылы Қарағандыда алғаш рет Ермек Серіковті еске алу турнирі өтті. Ал бүгінде ол дәстүрлі жарысқа айналған. Айтулы аламанға елімізден бөлек көрші мемлекеттердің де боксшылары арнайы қатысады. Сондықтан әлі талай мықты біз Ермек Серіков турнирінде шыңдалдық деп айтары анық.